Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дайын осындай қатпарлы қамырдан жасалатын тәттінің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен салмасын дайындап аламыз. Ол үшін менде сүзбе 9%-лық дәміне қарай қантымызды қосамыз. Сосын екеуін жақсылап араластырамыз. Блендер болса, блендермен езсеңіздер болады, немесе картоп езетін құралмен езсеңіздер болады. Сүзбенің құрғақ болғаны жақсы. Міне сүзбеміз осылай біркелкі етіп езіп алдық. Салмамыз дайын. Дайын қатпарлы қамырымызға ұнымызды сеуіп, жұқа етіп жаямыз. Міне осылай жұқа етіп жайып алдық. Енді видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп алдық. Енді видеода көрсетілгендей пышақпен кесеміз. Сосын ортасынан салмасын саламыз. Осылай кесіп жасап алған соң, бірден салмасын салмай тұрып, пергамент қағаз төселген формамызға қоямыз. Түсінікті болу үшін тағы бір рет осылай көрсетейін. Бір жағын кесеміз, екінші жағы түгелмен кесіледі, ал бір жағы видеодағыдай кесілмейді. Осылай екі жағын бір-біріне біріктіреміз. Енді әрқайсының ортасына жаңағы салмамызды, сүзбемізді салып шығамыз. Салмамыздың бетіне осылай мұздатқышта тұрған өрікті, немесе шие, таңқурай, құлпынайды қойсаңыздар болады. Менде малина мен өрік және шиені қойып шықтым. Бұл міндетті емес, бұны қоспасаңыздар да болады. Енді қамырымыздың жан-жағына жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қамырымызда тәтті жоқ болғандықтан үстіне қант ұнтағын осылай сеуіп шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста жарты сағатта пісіріп аламыз. Піскен соң толықтай суытамыз. Суылған соң бетіне тағы да қант ұнтағын себеміз. Осымен өте оңай қатпарлы қамырдан жасалатын тәттіміз дайын. Видео рецепт ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсе. Келесі видеода кездескенше.